Мехмед не істерін білмей жүр. Ол Хаваға келіп, Жүсіптің Бадеге үйленгелі жатқанын айтады. Хава Жүсіппен сөйлесу үшін көлігіне отырып, той болатын жерге келеді. Хавва жылап Жүсіпке келеді. Мені жақсы көресің ғой, неге бұлай жасап жатырсың? Өтінемін, ойланшы дейді. Сен мені жақсы көре тұра қалай басқа әйелмен бірге боласың дейді. Мен сені ұмыттым, бұл жерден кет деп Хавваны қуып жібереді. Жүсіптің қалай үйленіп жатқанын Хавва сырттан бақылап қарап тұрады. Жүсіп Бадені сүймесе де анасы үшін оған үйленіп жатыр. Жүсіп пен Баденің некесі қиылды, барлығы оларды құттықтап жатыр. Екеуінің некелері қиылды. Жүсіп Баденің маңдайынан сүйеді. Хавва көлігіне отырып кетіп қалады. Хавва көп жылайды, қатты қайғырады және өз-өзін өлтірмекші болады. Барлық жылдамдықпен келіп көлігімен тасқа соғылады. Кездейсоқ жолдан өтіп бара жатқан Жүнейд Хаваның көлік апатына түскенін көреді және оны өлдіге санайды. Хава тірі, бірақ ауыр жараланған, оны ауруханаға алып кетеді. Жүсіп пен Баденің үйлену тойы болып жатыр. Тойда тек екеуінің ғана туысқандары бар. Барлығы суретке түсуде. Жүсіп қайдасың деп айқайлап, қару ұстап Жүнейд келеді. Сенің кесіріңнен Хава өз-өзіне қол жұмсады. Хава өлді деп айтады Жүнейд. Хава өлді деген сөзді естіген кезде Жүсіп жылап жібереді. Хаваның өліміне сен кінәлісің, сондықтан мен сені тірі қалдырмаймын дейді. Жүнейд Жүсіпті атады. Жүсіпке 3 рет оқ тигеннен соң Жүсіп жерге құлайды. Барлығы айқайлап шулап жатыр.